Қайырлы күн, менің құрметті каналымның көрермендері. Бүгін біз сіздермен 126-шы сабақтың есептерін шығаратын боламыз. Төртінші есеп. Тік бұрышты үшбұрыштардың аудандарын есептеуіміз керек. Ол үшін біз қабырғаларын өлшеп алайық. Мына қабырғасы 2 сантиметрге тең. Келесі қабырғасы 6 сантиметрге тең. Жасыл фигураға қарайық. Астыңғы қабырғасы 4 сантиметрге тең, бүйір қабырғасы 3 сантиметрге тең. Бұл үш бұрышымыз біздің мынандай тік төртбұрыштың жартысы. Сондықтан тік төртбұрыштың ауданын екіге бөлеміз. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтуіміз керек еді. Жарысы болғандықтан екіге бөлеміз. Сонда біздің үш бұрышымыздың ауданы 6 сантиметр квадратқа тең болады. Келесі фигураның ауданын да тура солай етіп табамыз. Мына тік төртбұрыштың жартысын табамыз. 3 пен 4-ті көбейтеміз. Оны екіге бөлеміз. Сонда бізде ауданы 6 сантиметр квадрат. Мына тік төртбұрыштың ауданы 6 сантиметр квадрат. Мына үшбұрыштың ауданы 6 сантиметр квадратқа тең. Бесінші есеп. Шағын автобуста 16 орын бар. Бұл жеңіл көліктегі орындарға қарағанда 4 есе артық. Шағын автобус пен жеңіл көлікте барлығы неше орын бар? Бұл есеп бізде жанама есеп. Барлығын табу үшін біз шағын автобус пен жеңіл көліктегі орындардың санын қосуымыз керек. Шағын автобустағы орын саны белгілі. Оған жеңіл көліктегі орынды қосуымыз керек, бірақ ол белгісіз. Шағын автобустағы 4 есе артық болса, жанама болғандықтан бұл 4 есе кем болады. Демек 16-ны 4-ке бөлеміз. Сонда мына жерде 4, 16 мен 4-ті қоссақ, 20 барлығы орын бар екен. Ә бөлігінде 7 бумада 35 қойын дәптер бар. Осындай 9 бумада қанша қойын дәптер бар? Бұл есепте әуелі бір бумадағы дәптер санын білуіміз керек. Бір бумадағы белгілі болса, 9 бумадағын табу оңай. Ол үшін 35-ті 7-ге бөлеміз. Сонда бір бумада 5 дәптер болып шығады. Енді бір бумадағы белгілі болса, 9 бумада қанша екенін табу үшін көбейтеміз. 5 пен 9-ның көбейтіндісі 45-ке тең. Сонда 9 бумада 45 дәптер бар екен. Б бөлігінде 6 кәмпит үшін 54 теңге төленді. Осындай 9 кәмпитке қанша теңге төленді? Бұл есепте Ә бөлігіндегідей жолмен шығады. Әуелі бір кәмпиттің бағасын біліп алуымыз керек. Ол үшін 54-ті 6-ға бөлеміз. Сонда бір кәмпиттің бағасы шығады. Сосын оны 9-ға көбейтіп, 9 кәмпитке неше теңге төлейтінімізді тауып аламыз. Бір кәмпиттің бағасы 9 теңге шықты. 9 теңгеден 9 кәмпитіміз 81 теңге болып шығады. В бөлігінде 9 теңгеден 6 дәптер және 55 теңгеге бір қойын дәптер сатып алынды. Барлық сатып алынған затқа қанша теңге төленді? Әуелі 6 дәптердің құнын тауып аламыз. Ол үшін 9 пен 6-ны көбейтеміз. Және оған қойын дәптердің бағасын қосамыз. Жақшаның ішінен 54 шығады. 54-ке 55-ті қоссақ, 109. Барлығына 109 теңге төлеуіміз керек. Г бөлігі. Вагонда 36 орын бар. Оның 9-дан бір бөлігі бос. Вагонда қанша орын бос болды? 36-ның 9-дан бір бөлігін табу үшін екеуін бір-біріне бөлеміз. 36 мен 9-ның бөліндісі 4-ке тең.
Демек вагонда 4 бос орын болған. 6. Бұл жерде шамалар арасындағы амалдарды орындап, есептеп мәнін табуымыз керек. Есептеу үшін ең кіші шамаға айналдырамыз. Мына жерде 2 метр 4 дециметр 7 сантиметрді ең кіші шама сантиметр, бұл жерден 247 сантиметр шығады. Ал мына жерде сантиметрге айналдырғанда 63 сантиметр. Енді екеуін қосамыз. 7 мен 3-тің қосындысы 10-ға тең, бір ойда 10, 11, бір ойда 3. 310 сантиметр шықты. Енді осының ішінде бірлігі сантиметр, ондығы дециметр, 300 ол метрге кетеді. Демек 3 метр 1 дециметр бар екен. Келесі өрнекте тура сондай. Мына жерде 849, екінші қосылғышта 151. Қосамыз. 0, 9, 0, 9, ойдағымен 10. 1000 сантиметр шықты. 1000 сантиметрдің ішіндегі 100-ге жететіні 10. Демек, мынаның бәрін қосқанда 10 метрге тең. 9 метрден 35 сантиметрді азайту үшін 9 метрді сантиметрге айналдырамыз. 1 метрді 100 болса, 9 метрде 900 бар. 900-ден 35-ті азайтамыз. 10-нан 5 алсақ 5 қалады. 9-дан 3 алсақ 6 қалады. 8. Сонда 8 метр 65 сантиметр қалды. Сағатты минутқа айналдырамыз. 1 сағатта 60 минут бар. 60 минуттан 15 минутты азайтамыз. Мына жерде 5 қалады. 4. Сонда 1 сағат пен 15 минуттың айырмасы 45 минутқа тең болады. 2 сағатымызда 120 минут бар. Одан 20 минутты азайтсақ, бізде 100 минут қалады. 100 минуттың ішіндегі 60 минуты 1 сағат, ар жағында 40 минуты минут күйінше қалады. Сонда 1 сағат 40 минутқа тең. Бұл жерде барлығын минутқа айналдырамыз. Біздің 3 сағатымызда 180 минут бар. 1 сағатта 60 минут болғандықтан 3 сағаттан 180 шығады. Мына жерде 1 сағат 5 минут дегеніміз 65 минутқа тең. Енді екеуін азайтайық. 5 қалады. Мына жерден 1 қалады. 115 минут шықты. Енді осыны сағатпен минутпен өрнектейміз. Бұның 60 минуты 1 сағатқа кетеді. Ар жағында 55 минут күйінше қалады. Келесі есепте берілген өрнектер бойынша есеп құрастыруымыз керек. Бұл жерде мәліметтер: қойын дәптер, үлкен қойын дәптер 115 теңге, кіші қойын дәптер 98 теңге тұрады екен. Бұлай деп есеп құрастырсақ болады. Марат 115 теңге тұратын 6 үлкен қойын дәптер және 98 теңге тұратын 3 кіші қойын дәптер сатып алды. Сонда Марат осының барлығына неше теңге төледі? Егер осылай сұрақ қоятын болсақ, біз алғашқы өрнек бойынша есеп құрастырамыз. Енді осын шығарайық. 115 пен 6-ның көбейтіндісі 690-ға тең, 98 пен 3-тің көбейтіндісі 294-ге тең. Енді екеуін қосатын болсақ, 984 теңге шығады. Сонда Марат барлығы 984 теңге төлеген. Келесі есепте енді келесі өрнек шығатындай етіп, есептің сұрағын өзгертеміз. Шарты тура сондай, тек қана сұрағы: үлкен қойын дәптерге неше теңге артық ақша төледі? Онда біз мына үлкен қойын дәптерге төлеген ақшадан кіші қойын дәптерге төлеген ақшаны алып тастауымыз керек. Сонда бізде 494 шығады. Демек, үлкен қойын дәптерге 494 теңгені артық жұмсаған.
Келесі есепте бізде суретте әртүрлі уақытты көрсетіп тұрған сағаттар бар. Осының ішінде біреуі ғана дұрыс уақытты көрсетіп тұр. Қалғандарының біреуі 20 минут алға кетіп қалған, келесі біреуі 10 минут қалып қойған, енді біреуі 1 сағат алға кетіп қалған. Дұрыс сағатты табуымыз керек. Мінеки сағаттарымыз осындай уақыттарды көрсетіп тұр. Енді мәліметтерге тоқталайық. 1 сағат 20 минут алда екені белгілі. Осы 4 сағаттың ішінде қайсы екеуін салыстырғанда 20 минут алға кетіп қалған? Ол мына 2 сағат. Мынау 7:40 болып тұр, мынау 8 болып тұр. Демек, мынау сағат 20 минут алға кетіп қалған. Бұны таптық. Екінші, келесі біреуі 10 минут қалып кеткен дейді. Енді қайсылары 10 минут қалып кеткен? Мынау қалмаған. Мына мен мынаны салыстырып көрейік. Мынау 7:40 болып тұр, мынау 7:30 болып тұр. Демек, бұл 10 минут қалып кеткен. Екінші сағатты да таптық. Енді үшінші сағат 1 сағат алға кетіп қалған. Мына 2 сағат, 1 сағат арасында разница жоқ. Мына екеуінің арасында ондай алшақтық жоқ. Мына 2 сағат салыстырып көрейік. Мынау 7:40 болып тұр, мынау 8:40 болып тұр. Демек, осы сағат 1 сағат алда кетіп қалған мынаған қарағанда. Сонда біздегі ең дұрыс көрсетіп тұрған сағатымыз 7:40 екен. В нұсқасы дұрыс жауап. Менің видеомды соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, комментарий жазып, қазақ контентті қолдап қойыңыз. Қоңыраушаны да басып қоюды ұмытпаңыз.